Бұл әулеті кезінде орын алады. Ол Лин Давей есімді жауынгер туралы баяндайды. Сол кезде ол аяусыз өлтірушіні ұстау үшін қала шенеунігі жалдаған жауынгерлер тобының бір бөлігі болған. Дәл сәт келгенде Давей және басқалары шабуылды бастады. Давей мен Қанішердің арасында қиян-кескі дуэль басталды. Дәл осы сәтте Давей жеңіске жетуге жақын болған кезде кенеттен ауада жебе ысқырып, өлтірушіні әп-сәтте өлтірді. Жебені Кайбуту атқан. Сол арқылы оларды жалдаған шенеунік. Кайбуту осы жауынгерлерге арқа сүйгеніне қарамастан, ол оларға ешқашан адам ретінде қарамаған. Олардың жалақысы олар тап болған қауіпке ешқашан сәйкес келмеді, және Давейдің 6 жолдасы қайтыс болғанда, олардың денелері құрмет пен құрметсіз лақтырылды. Бұл жерде бәрі ыдырай бастайды. Бұл тот басқан жүз. Бірнеше жыл бұрын да Вей бір жерден екінші жерге кезіп, шеберлігін шыңдаған жас қылышы еді. Бір күні ол қаскөйлердің соңынан қуған сұлу әйелді кездестіреді. Осы кездесуден кейін махаббат бірте-бірте артып, ақыры екеуі түйінді. Оның есімі Ван Ю болатын. Оған үйленгеннен кейін Давей сабырлы және қалыпты өмір сүруге үміттеніп, қылышын іліп қоюды ұйғарды. Бірақ оның шын мәнінде меңгерген жалғыз шеберлігі пышақ өнері. Әйелі мен кішкентай баласын асырау үшін Дәуіттің бутоның қол астында жұмыс істеуден басқа амалы қалмады. Көптеген жылдар бойы ол қылышын жасырып, оны тек бұйрық бойынша ғана ашты, және оның шынайы күші туралы ешкім білмеу үшін әрқашан жасырын болды. Бір күні бәрі өзгерді. Давейдің үйінде Чен Ренран есімді жауынгер пайда болды. Ол Давейдің жасырын шеберлігін біліп, оған қарсы шығуға келді. Атаққұмарлық пен билікке деген құштарлықтың жетегінде кеткен Ренжан Давейдің қайта-қайта бас тартқанына қарамастан, Давейді күресуге итермелей берді. Ақырында Ренжан Давейге соңғы сынақ ретінде күміс монетаны ұсынып, сол түні зиратта онымен кездесуін өтінді. Сол күні кешке Дюйдің отбасы бір тостаған сұйық сұлы жармасын ғана ала алды. Оларда күріш толығымен таусылды. Сол түні әйелі мен баласы ұйықтап қалғаннан кейін Дюй үнсіз қылышын алып Ренжанмен кездесуге кетті. Зираттың қараңғылығында Ренжан кенеттен оған шабуыл жасады. Төбелес Давей күмісті алған сәтте басталды. Бұл ұзаққа созылмады. Давей оны оңай жеңіп, оны тірі қалдыруға шешім қабылдады. Келіп отбасына тамақ дайындауға жұмсады. Бірақ әйелі ауырып, тек төсекте жата алды. Көп ұзамай Давейдің ескі тобындағы бір адам әйелінің ауырып қалғанын естіген соң тамақ әкелді. Бұл кісі жауынгерлердің көсемі Лю Цан болатын. Давейге бейхабар Лю Цанның әйеліне деген сезімі жасырын болған. Ол жесір қалды. Бір баласы болды. Нағыз қиыншылық Лю Цан қауіпті жоспар ұсынған кезде басталды. Ол Давейдің қаладағы бай саудагерді тонауға көмектесуін қалады. Бастапқыда Давей үзілді-кесілді бас тартты, бірақ өзінің шарасыз қаржылық жағдайын ойлап, ақыры келісімін берді. Сүйікті әйелімен қоштасқаннан кейін ол қайтадан жолға шықты. Лю Цан бастаған 4 адам тәуекелдің өте жоғары болғанына қарамастан, Цин Мантан есімді бай саудагердің бекінісіне шабуыл жасау үшін жолға шықты. Көп ұзамай қиян-кескі ұрыс басталды. Ғимарат ішінде Давей Джин Мантанмен бетпе-бет келді. Дүрбелең кезінде ол кездейсоқ Джин Мантанның әйелін өлтірді. Ақыры алтын табылған кезде Лу Чен оның үнін бір жолы өшіру үшін Джин Мантанды артынан пышақпен ұрды. Сол түні Лу Цан және басқалары тонауға қол жеткізді. Келесі күні Давей алған алтынын 4-еуіне, оның ішінде Лу Цанға бөлгеннен кейін көміп тастады. Ол әйеліне қараған кезде жазықсыз әйелдің өмірін қиғаны үшін өзін кінәлі сезінді. Ол әйелі мен баласымен бірге қаладан кетіп, үйден тыс жерде жаңа өмір бастауға шешім қабылдады. Бірақ Люсианның басқа жоспарлары болды. Ол Цин Мантонгты алмастырып, Тайпиндегі ең қуатты саудагер болуды көздеді. Ол үшін біреу кісі өлтіргені үшін кінәні өз мойнына алу керек еді. Ал бұл адам Давей болды. Давей отбасымен бірге қаладан бір жола кетуге дайындалып жатқанда, Сайбуту оның үйіне жасырын алтынды табу үшін келді. Бұл оның қылмысының дәлелі болды. Ал Давейді жазасын өтеу үшін алып кетті. Бас тартудан бас тартқан Давейдің әйелі Лученнен көмек сұрады. Бірақ оның бар болғаны көңілі қалды. Давей әлі де Тайпиннен Лучен қалағандай қуылатын еді. Одан да сорақысы, Лучен әйелін өзіне алып кету үшін Ренжанды Давейді өлтіруге жасырын түрде жіберді. Келесі күні 2 күзетші Давейді жер аударылған жеріне дейін шығарып салып, әйелін тастап кетті. Ол қанша уақыт өтсе де, оны күтуге уәде берді. Жолда келе жатып, оған кенеттен Ренжан шабуыл жасап, күзетшілерді шошытты. Бірақ бұл жолы ол Лу Цан оған ақша төлегеніне қарамастан, Давейге қашып кетуге рұқсат берді. Өйткені ол Давейге бұрынғы жекпе-жегі үшін әлі де қарыз болды. Давейдің айдауда болған жылдарында Тайпинде көп нәрсе өзгерді. Рен Чжан ең мықты семсерлесуші болып өсті. Оған қарсы шығатын ешкім қалмады. Ең бастысы, Лю Цан Цин Мантанның орнына қуатты шенеунік және жетекші кәсіпкер бола отырып,
қаланы толық бақылауға алды. Оның көтерілуі заңсыз болғанымен, оны жемқор билік қорғады. Лучин өзінен бұрынғыға қарағанда мейірімсіз болып шықты. Ол қажет болғаннан әлдеқайда көп нәрсені алып, қарапайым халықты қанады. Қала тұрғындары оған көмектесе алмады. Өйткені оны билік басындағылар қорғады. Наразылық тарап, көптеген саудагерлер оны өзегіне дейін жек көрді. 10 жыл өтті. Дэвейдің қызы Лу Цанның ұлы сияқты әдемі жас әйелге айналды. Лу Цанның жаулары олардың кім екенін білгенде, олар осы өшпенділіктің нысанасына айналды. Көп ұзамай Лю Цан таң қалдыратын хабар алды. Джин Мантан әлі тірі еді. Пышақталғаннан кейін ол аман қалды және келесі 10 жылын отбасын өлтіргендердің барлығынан кек алуды мұқият жоспарлаумен өткізді. Көп ұзамай Лю Ян Дэвейдің әйеліне қонаққа барды. Соңғы 10 жыл ішінде ол оған және оның баласына жасырын түрде қаржылай қолдау көрсетіп келеді. Бірақ ол мұны ешқашан Дэвейге деген мейірімділік пен құрмет үшін жасамаған. Оның шынайы тілегі оған үйлену болды. Осынша уақыт өтсе де, ол күйеуіне қандай жағдай болмасын адал болып, одан бас тарта берді. Люсиен қанша берсе де, оның жүрегі ешқашан селт еткізбейді. Сол түні Джин Мантан қомақты қаражатпен оралды және Ренганды Дэвейден, Лу Цаннан және оны тонап кеткен тағы 2 адамнан кек алуға көмектесу үшін жалдады. Сонымен бірге Дэвей ақыры қуғыннан босатылды. Ол ыстық шөл далада жалғыз жүріп, бетіне кінәмен өкініш жазылған. Үйге келгенде қызы оны танымай, қайыршы деп қателескен. Әйелі күйеуінің 10 жыл ажырасқаннан кейін ақыры оралғанын білгенде таң қалды. Бірге кешкі ас ішіп отырғанда қызының салқын қандылығын байқаған Дэвейдің жүрегі елжіреп қалды. Оның реніші әбден түсінікті болды. Өйткені ол әкесінің оны тастап кеткеніне сеніп өсті. Тіпті сол түні әйелі алтын туралы шындықты жасырғаны үшін оған әлі де ашуланып, оның жазалануына себеп болды. Дэвей неліктен қуылғанын түсіндіргеннен кейін ғана оның жүрегі сәл жұмсарды. Соған қарамастан, ол бір кездері жазықсыз адамды өлтіргенін ашпауды жөн көрді. Өйткені қазір оның бар тілегі қантөгіссіз бейбіт өмір сүру. Келесі күні Дэвей Лу Цанмен кездесті. Лу Цан Ренжан туралы айтқан кезде Дэвей шошып кетті. Ол бір күні біреу Ренжанды оны өлтіруге жібергенін есіне алды. Бұл адам Лу Цан болды. Оның жүрегінде күдік пайда бола бастады. Бірақ ол қалған уақытын тыныш өткізуге көңіл бөлуді шешіп, оларды бір жаққа тастады. Кейінірек Дэвей үйге келгенде Чен оны күтіп тұрғанын көрді. Бір Чен, Лю Цанның ұлы, одан семсерлесуді үйренгісі келді. Бұлар басшы Цин Мантан мен Ренжан кек алды бастап та кетті. Олардың алғашқы қадамы бір кездері оларды тонап кеткен 4 адамның бірі Ли Фейді аяусыз өлтіру болды. Ли Фейдің өлі жайлы және алаңсыз өмір сүрді. Соған қарамастан, ол өзінің ең күшті қалқаны ретінде Дэвейге қайта арқа сүйіп, өз позициясын қорғауға бел байлады. Көп ұзамай Джин Мантан тікелей Лу Цанға және әсіресе Дэвейге бағытталған қоқан-лоққымен көпшілік алдында шықты. Бұл ескертудің астында Ли Фей мен оның отбасының денелері қатыгез хабар ретінде көрсетілді. Мұны көрген Дэвей уәде еткен алтынын алу үшін дереу Лу Цанның үйіне баруға дайындалды. Сол түні Дэвей өзінің алтынын алып, Тайпеннен бір жола кетпекші болғанда, Лу Чен оны Джин Мантанмен кездесуге мәжбүрлей берді. Дэвей қайта бас тартты. Содан кейін Лу Чен айналасындағылардың бәрін дүр сілкіндірген шындықты ашты. Ол Дэвейге Мантангтың әйелін өлтірген адам екенін еске салды. Мұны естіген Дэвейдің әйелі қатты шошып кетті. Шындық оның жүрегін жаралады және ауырғанына қарамастан, ол Лу Ченнің жағына шықты. Ол Дэвейдің істеген ісі үшін жауапкершілікті өз мойнына алу керек деп сенді. Содан кейін Дэвей Лу Сан сыйға тартқан алтынды алып кетіп қалды. Ол әлі де Цзин Мантанмен бетпе-бет келуі мүмкін болса да, Лу Сан басқа жерден көмек сұрай берді. Ол Бутудан оны қолдау үшін әскер жіберуін өтінді, бірақ оның өтініші еленбеді. Бірнеше түннен кейін Дэвейдің әйелі шешім қабылдады. Мұны ұмытпа. Ол табандылық танытып, күйеуімен бірге Мантангпен бетпе-бет келуді ұйғарды. Өйткені Дэвейдің тағдыры қылыш жолынан ажырағысыз деп есептеді. Көп ұзамай Лю Цин Мантангты жеңуге көмектескен кез келген адамға көп мөлшерде алтын уәде етіп, көпшілік алдында сыйақы жариялады. Бұл хабарландыруды естігендердің арасында Мантангтың ізбасарларының бірі Тяни Дауда болды. Сол түні ол алтын ұрламақ болды, бірақ ұсталды. Өзінің қабілетіне сенімді болмай, Лю Цин оның орнына ұрланған алтынды Мантангқа тосын шабуыл жасағаны үшін ұсынып, Дауны жалдауға шешім қабылдады. Алайда Лю Циннің одақтасы Гаумун бастаған шабуыл толығымен сәтсіз аяқталды. Толық сәтсіздік. Дау жалақы алғанына қарамастан, оларға опасыздық жасады. Лу Санның басқа амалы қалмады. Енді ол Цин Ментанның қаһарына тап болды. Оны қорқыныш билеп алды. Ол Тайпеннен қашып, оны өлтірмек болған адамнан қашқысы келді. Жүрегінде ол тек Дәуітке арқа сүйеу тек өзінің өліміне әкелетінін түсінді. Шарасыз және абайсыз Лу Сан тіпті Дәуіттің әйелін онымен бірге қашуға көндіруге тырысты. Ол Дэвейдің жақын жерде екенін және Ахенге қылыш өнерін үйретіп жатқанын білмеді. Ахен әкесінің сүйген әйеліне ұялмай әрекет еткеніне куә болғанда, ол шошып кетті. Дэвей алғашында сабыр сақтап, Ахен мен оның әйелінің сыртқа шығуын өтінді. Осыдан кейін Дэвейдің ашуы ақыры басылды. Ол Люсианға еш кедергісіз шабуыл жасады. Әсіресе Люсиан өзінің жасаған сатқындықтарын ашық мойындағаннан кейін. Бірақ
Ақырында, Люсиан қайда жүгірсе де, Цинмантан әрқашан оның соңынан еретінін айтқан кезде, Дави үнсіз қалды. Жүрегінде Дави әйелі мен қызын Лу Цянмен бірге жіберу оларды Мантанның қаһарынан құтқарудың жалғыз жолы екенін түсіне бастады. Бірақ кенеттен оның әйелі алға шығып, соңына дейін оның жанында болуды шешті. Оған өмір бойы байланып, шынайы махаббаттан өлді. Ақырында Давидің қызы Аченмен және оның әкесі Лу Ченмен бірге кетіп қалды. Ал Дави Джин Мантанмен және оның әскерлерімен жалғыз бет кездесуге дайындалды. Ол 10 жыл бойы жасырған қылышын ақыры жерден алып, қайтадан қайрап, шайқасқа дайын болды. Сонымен бірге алысқа аттанып үлгерген Ачиен қайтып оралып, мұғаліміне адалдық пен құрмет белгісі ретінде көмектесуге бел буды. Көп ұзамай Лю Цян да бұрынғы қателіктерін өтеуге бел буып, сүйікті ұлына қамқорлық жасауға бел буып, қайтып оралуды ұйғарды. Давидің әйелі оның аман есен оралуын тағатсыздана күтіп тұрғанда, Джин Мантан мен оның әскері, оның ішінде Ренжан да соңғы қарсыласуға дайындалып жатқан еді. Көп ұзамай Ахиен Давимен қатар соғысу үшін келді және аты аңызға айналған жауынгерлер арасында кескілескен шайқас басталды. Дави мен Ачиен жау әскерлерімен соғысып жатқанда, Цзин Мантан Ренжанға алға шығуды бұйырды. Ренжан Давидің алдымен сарбаздармен жұмыс істеуін қалап, күткенді жөн көрді. Шыдамы таусылған Джин Мантанның өзі шабуылға асығып, Давиді әлі соғысып жатқанда өлтірмек болды. Бірақ кенет Ренжан Джин Мантанды арт жағынан пышақтап, оның өмірін қиды. Осы кезде Цан әкесі көмекке келгенше Идаумен төбелесіп жатты. Идау Лу Цанның қолынан құлады. Бірақ бірнеше минуттан кейін Лу Цан да оның соңына жетті. Көп ұзамай кенту құлап, Ренжангтан шошып кетті. Бұл билікке шөлдеген семсерлесуші Ренжанг пен жүректің тазалығын басшылыққа алатын нағыз жауынгер Дави арасындағы соңғы шайқасты белгіледі. Соңында екеуі де мақтанышпен және абыроймен құлады. Дави өлім аузында жатқанда, сүйікті әйелі оған қарай ұмтылды. Ол оны ешқашан көргісі келмейтін күйде ұстады. Оның құшағында Дави соңғы демін шығарды. Ақырында жауынгерлердің ешқайсысы аман қалмады және өлім олардың барлығын алып кетті. Демек, бұл оқиғаның моральдық мәні мынада: арам ниеті бар адамдарға ешқашан сенбеңіз. Өйткені бір қате таңдау сіздің бүкіл өміріңізді хаосқа айналдыруы мүмкін. Егер арнам ұнап жатса, маған тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген кино мульт шолулар шығады.